Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қыз ұзатуға арналған шақырту видеосын жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Бізге ең алдымен CapCut бағдарламасы қажет. Соған кіреміз. Кіргеннен кейін новый проект деп басамыз. Басқаннан кейін өздеріңізге қажетті шаблон видеоларды аласыздар. Міне біз шаблон видеомызды алдық. Ең бірінші видеомыз осындай, яғни бұл жерге біз суретті қоямыз қыздың, және де қыз ұзату деп жазамыз. Бұл жерге кез келген қыздың атын жазып, қыз ұзату деп жаза беруге болады. Қыз ұзатудың шақыртуы болғандықтан бізге нәзік қыздың суреті қажет. Ол үшін наложение деген жерді басамыз. Ол төменгі жақта көрсетілген. Осыны басамыз да өзімізге қажетті суретті аламыз. Міне біз қажетті суретімізді алдық. Енді сурет қай жерде тұрады, қай бұрышта тұрады, размері қандай болады, соның барлығын сәйкестендіреміз. Және де қарап отырсаңыздар, суреттің өзінің артық фоны бар. Сол үшін төменгі жақта смеш дегенді басамыз. Басқаннан кейін барлығын басып көрсеңіздер болады. Қажеттісін таңдайсыздар. Бізге қажеттісі затемнение. Қазір біз яркистін таңдаймыз, яғни суреттің яркий болған немесе қатты яркий емес екендігін. Осылай таңдайсыздар. Қызды қойғаннан кейін видеоны қайтадан бастап көрейік. Міне қыздың артқы фоны кетті. Байқасаңыздар, қыз резко шығып жатыр. Біз енді оған анимация қосамыз. Анимацияны міне басамыз. Неше түрлі анимацияның түрлері бар. Сіздерге қайсысы ұнайды, соны таңдайсыздар. Суретке анимация істеген кезде барлық анимацияны қосып көріңіздер, себебі сіздердің әртүрлі видеоларыңызға әртүрлі анимация сай келуі мүмкін. Мен отдаление деген анимацияны алдым, және де төменгі жақта қанша секунд болу қажет, яғни отдаление қанша секунд жүреді, жылдам жүреді немесе жай жүреді, соны да таңдайсыздар. Енді видеомызды басынан қосып, қыздың қалай шыққанын көретін боламыз, яғни анимациямен. Енді осы видеомызға біз текст қосуымыз қажет. Ол үшін добавить текст деп басамыз. Тойға шақырту немесе қыз ұзату деп кез келген сөзді жаза берсеңіздер болады. Мен қыз ұзату деп жазамын. Және де менің өзімнің пайдаланатын бұл жерде шрифттерім бар. Сол шрифттерді пайдаланамын. Және де осы жерде қыз ұзату деген тексті мен басқа түске, яғни төменгі жақта көрсетілген түстерге емес, пипетканы көмегімен қыздың үстіндегі көйлектің түсіне сай түсті алғым келді. Сол себепті осының көмегі арқылы қыз ұзату деген тексті сол түске сай келтірдім. Енді размерін үлкейтіп, кішірейтіп, өздеріңізге ыңғайлы қылып келтіресіздер. Қыз ұзату деген тексті жырный қылдым, және де енді бұл сөзге де анимация қосатын боламыз. Анимация дегенді таңдаймыз. Бұл жерде көп деген анимацияның түрлері бар. Барлығын қосып, өздеріңізге ұнағанын қосаңыздар болады. Өзімізге қажетті анимацияны таңдадық, және де оның қалай шығу қажет екендігін уақытын таңдаймыз. Осының көмегімен уақытын қоямыз. Енді видеоны қосып, қайтадан басынан тексеріп көрейік. Міне біздің видеомыз осылай шықты. Енді қажет емес жерлерін барлығын кесіп тастаймыз. Ары қарай біз басқа шаблонды пайдаланатын боламыз. Ал егер осы шаблонды ары қарай жалғастыра беретін болсаңыздар, кесудің қажеті жоқ. Кесу үшін разделить дегенді басамыз. Қажет емес жерлерін барлығын кестік, және басқа шаблонды пайдаланатын боламыз. Бұл біздің екінші шаблонымыз. Байқап қарасаңыздар, бірінші шаблоннан екінші шаблонға ауысқан кезде түсініксіз резко ауысып жатыр. Ол жерге де, яғни переход дегенді басамыз. Переходта неше түрлі анимациялар бар, соны да пайдаланамыз. Өздеріңізге ұнаған анимацияны пайдаланасыздар. Ұнаған анимацияларыңызды тапқаннан кейін оның уақытын қоясыздар, одан кейін жалғастыра бересіздер. Міне біз анимациямызды қостық, енді басынан видеоны қосып көреміз. Міне біздің переходымыз осылай шықты. Енді осы фонға да қыздың суретін қоятын боламыз. Ол үшін наложение дегенді басамыз, және де дайындап қойған қыздың суретін қосамыз. Міне біздің қыздың суреті қойылды. Енді қай бұрышта тұратынын барлығын размерін барлығын сәйкестендіресіздер.
Суретке байқап қарасаңыздар, суреттің артық жерлері бар, яғни қыздың өзінің фондағы суреті көрініп тұр. Соны біз кетіруіміз қажет. Ол үшін смеш дегенді басамыз, ол жерден затемнение дегенді таңдаймыз. Ол үшін төменгі жақта вырезка деген тұрады, соны таңдаймыз. Вырезканы басқаннан кейін удалить фон дегенді таңдайсыздар. Одан кейін вырезка выделениені таңдаймыз да. 4 қыздың суреті тұрады, соның 4-еуінің біріншісін таңдаймыз. Міне біз жаңағы қосқан қыздың фоны кетті, тек қана қыздың суретінің өзі қалды. Артық фонның барлығын өшірдік. Енді біздің қыз солға қарап тұр. Біз оңға қаратуымыз қажет. Ол үшін төменгі жақта изменить және де отразить деген кнопкаларды бассақ, қыз оңға қарайды. Енді видеомызды басынан бастап қосайық. Енді екінші шаблонға өздеріңіздің алдын ала дайындап қойған текстеріңізді, кез келген текстеріңізді қойып, алға қарай жалғастыра берсеңіздер болады. Бүгін мен сіздерге қыз ұзатуға видео шақыртудың қалай жасау қажет екендігін, яғни шаблонын сіздерге көрсеттім. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы видеода пайдаланылған суреттерді және де видеоларды мен Pinterest деген приложениеден алған болатынмын. Ол жақтан қалай алу қажет екендігін менің каналымнан көрсеңіздер болады. Осы әдіс арқылы кез келген тойға, ұзатуға, сүндет тойға, бесік тойға шақырту жасай берсеңіздер болады. Алдағы уақытта басқа да шақырту түрлерімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліңіздер.